Сәлеметсіздер ме оқушылар? 4-тоқсандағы қашықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы баскетбол, сабақтың қауіпсіздік ережесі, допты ұстау техникасы және допты кеуде тұстан беру техникасы. Сабағымыздың мақсаты өзгермелі жағдайларға жауап қайтара білу, қимыл әрекеттермен байланысты және балама идеяларды бағалау. Сабағымызды бастамас бұрын дене қыздыру жаттығуларын орындау керек. Мына видеоға назар аударыңыздар. Ойын барысындағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтаймыз. Дене тәрбиесі сабағына сай спорттық киім кию. Тізеге, шынтаққа киетін арнайы киім кию. Белсенді, ақыл оймен қыздыру жаттығуларын жасау керек. Тік аяқпен тұрмау және доп секіріп алақанмен қабылдамау. Өте жоғары ұшқан допты секіріп алақанмен қабылдамау. Тіке қолмен жоғарыдан допты қабылдамау. Допты қабылдау кезінде бас бармақты алға тоспау. Допты тізенің тұсында қабылдау, кеуде немесе ішімен қабылдамау. Төменнен доп қабылдаған кезде шынтақ буынын бөлу. Шабуылшыға допты қайтару үшін қолды тосқан кезде блокировка жасамау. Допқа қарсы қол қойғаннан кейін допқа қарап саусақты алға созып алақанмен қабылдау керек.
секіріп доп қабылдағаннан кейін тізеге құламау керек. Допты ұстау техникасы. Допты екі қолмен кеуде тұсынан беру. Алақан мен саусақтар допқа тиіп тұрады. Оқушы кеуде тұсында қолын жаза сілтеп лақтырады. Допты екі қолмен кеудеден көбінесе жақынға беру кезінде қолданылады. Доп берілетін серіктесі сәл қашықта отырса, кеудеден лақтыру қашықтығын арттыру үшін алға қосымша қадам жасауға немесе жоғары секіруге болады. Үйге тапсырма. Баскетбол ойынының шығу тарихынан қысқаша мәлімет. Осымен сабағымыз аяқталды.